Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. 6 шілде еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі болған Астана күні. Осы атаулы мерекеге орай Астана азаттықтың мұнарасы атты флеш-инфоны назарларыңызға ұсынамыз. Астана тәуелсіз Қазақстанның жүрегі, болашаққа бастар жарық жолы. Астана азаттықтың мұнарасы. Бұл қала еліміздің тәуелсіздікпен бірге түлеген тағдырының көрінісі. Әрбір зәулім ғимарат тек сәулет өнерінің туындысы емес, еліміздің бірлігіміздің белгісі. Астана тәуелсіздіктің төл перзенті, сарыарқа төрінде бой көтерген елорда, еліміздің жаңа тарихының бастауы, ұлт болмысының айнасы. Қазір Астана саяси, экономикалық және мәдени өмірдің күре тамырына айналды. Қаланың әрбір ғимараты тәуелсіздіктің тілегі, ел арманының сәулелі көрінісі. Бәйтерек халқымыздың көктен тұлған үмітін бейнелесе, Ақорда мемлекеттіктің биік тұғыры. Астанада ұлттық рух пен руханият тоғысады. Бұл қала бірлік пен бейбітшіліктің ордасы, әлемдік үнқатысу мен келісімнің мекені. Осылайша Астана тек Астана ғана емес, тәуелсіз Қазақстанның жүрегі, бүгінгі ұрпақтың мақтанышы, келешек буынға аманат болар асыл мұра. Бұл қалада әрбір ғимарат елдің ертеңін сеніммен қарауға шақырады. Сәулеті мен салиқалы саясаты үндескен елорда, жаңғыру мен жасампаздықтың шынайы символы. Бұл бабалар армандаған азаттықтың бейнесі, елдік пен бірліктің нышаны. Осы асқақ қала арқылы біз өз ғасырымызға үңіліп, болашағымызды бағалаймыз. Астана өскелең ұрпаққа бағыт сілтейтін, егемен елдің еңсесін асқақтатар азаттықтың айнасы. Сондықтан елорда өткеннің тағылымы, бүгіннің шындығы, болашақтың үміті. Астана азаттықтың айғағы, ұрпаққа аманат. Астана күні құтты болсын. Жасай бер жарқын болашақтың қаласы.